Әже, бүгін бізге қандай ертегі айтып бересіз? Мен сендерге халық ертегісі бір үзім нан деген ертегіні айтып бергім келіп отыр, балаларым. Баяғыда бір кедей менен бай екеуі көрші тұрыпты. Екеуі сондай араз екен бір-біріменен. Байдың үйі әлемет, зәулім, кең үй болыпты. Әлемет. Ал кедей болса құрттай лашықта тұрады екен. Байдың көп алтын күмістері болыпты. Сонымен күн көріп отыр бай. Ал кедейдің тек қана кішкентай лашықта құрттай егінімен өмір сүріпті. Қатты нөсер болыпты. Содан қайтерін білмеген бай талдың үстіне алтын күмістерін алып талдың үстіне шығып кетті. Ал кедей болса бір-екі табанан көміп алып, о да талдың үстіне шығып кетті. Содан енді күн деген қоймастан жауыпты. 5-6 күн қоймастан жауып, содан бай қайтерін білмей, мен саған алтынымды берейін, маған кішкене нан берші депті кедейге. Кедей айтыпты, жоқ, мен бере алмаймын депті. Бай кедейден тағы нан сұрайды. Жоқ, мен бере алмаймын дейді. Содан әбден әлсіреген бай, мен саған барлық алтындарымды түгел берейін, бір үзім нан берші дейді. Жоқ, бере алмаймын дейді. Содан бай әбден әлсіреп, жаңағы суға құлап кетеді. Сол күні су тоқтап, күн басылып, бай ағаштың басынан жерге түседі. Сол кезде ойна, алтын, күміс, тас екен, арпа, бидай, ас екен деген мақал осыдан қалған екен. Ал балаларым, осыдан не түсіндіңдер, ал айтыңдаршы. Әже, нанды қадірлеу керек екен ғой. Нан туралы мынандай тақпақ бар ғой. Дұрыс айтасың жаным, айта ғой. Нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Керемет айттың жаным. Нанды қастерлеңдер, еңбек етіңдер.